Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар. Мен Акимов Жеңіс, Жаңаөзен қаласының тұрғыны. Кешегі болған жағдайды айтып кетейін. Кеше мен жұмысқа таңертең кетсем, үйге 2 полиция қызметкері келіп кеткен екен. Мен жұмыстан келгенде, түске жақын, көп ұзамай есік қағып келді. Ашсам, 7-8 жетеуанық бар. Ішінде 2 куәгерлермен. Қолдарында санкция бар. Сондай үйді тінтуге соттан санкциямен келіп тұрмыз. Жарайды дедім, кіресіңдер. Бірақ медосмотрлық байқаудан өткен болсаңыздар, қағаздарыңызды көрсетіңдер. Себебі қалада болып жатқан жағдайдың барлығына байланысты мен сіздерді үйге кіргізе алмаймын. Сонымен олар қағаз болмағандықтан кетіп қалды. 20 минуттан кейін қайтып келді. Қасында кезекшілік прокурор бар. Прокурор жаңаға сот қаулысын оқып, үйді тінтуге деген оқып берді. Жарайды дедім, кіріңдер. Бірақ енді үйде үлкен анам бар. Ертең ауырып қалып жатсам, тікелей сіздерден көремін деп. Ондай болып жатса, жаңаға үстімізден арыз жазасыңдар деді. Жаңағы неге тапсырыңыздар деп. Олар одан қорықпайды. Арыз тастай берің деп арқайын айта береді. Ал енді үйге кіріп бастады. 2 куәгер, 1 тергеуші, 1 жедел қызметкері, енді орысша айтқанда оперативник, опергруппа, және 1 криминалист. Қолында камерамен барлығын фиксировать етіп, видео баспаға түсіріп жатты. Сонымен үйден ескі далада тұрған 3 жесткий дискімді алып кетті. Ескі 2018 жылдан бері қолданылмаған. Келесі бөлмеге кіргенде менің компьютерімді, системаның жүйелік блогымды алды. Тәркілейміз. Ішінде бар затын қараймыз. Ішінде жаңағы листовка шығарылған болатын болса, немесе осы компьютерде көптеген жұмыс жасалған болса, онда істіңізден іс қозғаймыз дейді. Олардың санкцияның мақсаты Жаңаөзенде жаңағы листовка таратылған дейді. Сол листовкеге менің қатысым бар ма жоқ па екені үшін жаңағында санкция жүргізген. Енді жаңағы компьютерді алып, жаңағы шкафтардың ішін қағаздардың арасынан 1 листовка тауып алды. Жалғыз қиылған. Оны мен 3 күні 21 микрорайон 1 шағын ауданынан тауып алдым. 21 домның қасынан соңғы подъезд деймін. Білмеймін точно қайсысы екен. Арғысы ма, бергісі ма. Сол себептен жаңағы қағазды алып, тәркілеп алып кетті. Ол қағазда былай жазылған. Жаңаөзен қаласында халқымыз қырылып жатыр. Дәрі-дәрмек жоқ. Аспаннан у шашты ма, соны барып әкімшіліктен сұрайық деген. Жаңағы листовканың қағазы сол. Ішінде радикалдық, жаңағыдай діни ағымдық, немесе экстремизмдік, үкіметті жаулап алайық деген ешқандай қағаз жоқ. Сілтеме жоқ оған ондай. Енді сөйтіп, олар сол қағаздарды алып кетті үйді тінтіп. Кеткеннен кейін 2 учаскелік полиция келіп, мені жаңағы Гоудаға шақырып алып кетті. О жаққа барғаннан соң 3,5 сағаттай тергеушінің алдында отырдым. Жан-жақты сұрады. Атын атамай қойын. Сондай осы іске сіз жаңағындай осы листовканы таратқан болсаңыз, үстіңізден 174 бапты қолданамыз. Себебі 274 бап. 274 бап жалған ақпарат таратылды деген. Сонда листовкада жаңа қырылып жатырмыз деген, дәрі-дәрмек жоқ деген сөз өтірік болатын болса, оның енді мен өзім
провизорный неге кіріп шықтым. Себебі сол жерде менің қайнатам жатыр. Ана кислород тасу деген қазір Жаңаөзенде дерт болып тұр. Тапшы, адам тапшы. Вот сол кислородтарды тасып көмектесіп жүрдім. Ішінде адам жаңағы соғыстан келгендей. Адам деген коридорларда жатыр. Сол себептен енді жаңағы листовканы алып кет, домның алдына алып кету себебім де сол. Мынау дұрыс жазылған екен дедім. Адамдар бар екен ғой ояу деп. Сондай жағдай болды кеше. Енді Қазақстанда болып жатқан жағдайдың кешегі 6 шілде күні Астанамызда, Нұрсұлтан дейді ғой қазір. Астанамызда отшашулар шашып, тойлап жатты. Басқа қалаларымызда адамдар қырылып, дәрі болмай жүрген кезде енді үкіметтегілерге жұмыс жасай алмаса кетсін деймін. Мен ешкімді жаңағындай артынан еріңдер, немесе төңкерейік, қырайық деген ешқандай ойым жоқ. Отставкаға кету керек. Ол конституциямыздың, біздің конституциямызда жазылған. Жасай алмай ма? Қазақстанның 1-ші бабы жазылған. Демократиялық зайырлы мемлекет біздің. 3-ші бабы халықтың бірден бір бастауы биліктің. Ол халық. Ал енді ата заңымызда 4-ші, 20-ші бабымызда біз еркін өзіміздің ойымызды айтуға құқылымыз. Цензураны қолдамаймыз. Солай ағайын. Кешегі болған жағдай солай. Мен Макимов Жеңіс. Сау болыңыздар.